Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет, эфирде ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы тізгіндемен Дәулет Сейітбеков. Өткен күннің өзекті ақпараттарын ақшам телеарнасының тілшілері өздеріңізге ұсынбақ. Бүгінгі тараз басына тартылатын басы тақырыптар мынадай. Ұлытау облысында жазғы лагерлер ашу мәселесі кезекті аппараттық жиында талқыланды. Қаламызда кеңейтілген аппараттық жиын өтті. Облыс орталығында саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған іс-шаралар ұйымдастырылды. Соңғы қоңырау Абай атындағы мектеп-лицейінде атап өтілді. Сәтбаев қаласында спорт стадионы ашылды. Ұлытау облысының аумағында қала сыртындағы лагерлердің болмауы өзекті. Бұл жайында өңір басшысы Берік Әбдіғалиұлының төрағалығымен өткен облыстық аппараттық жиында айтылды. Сондай-ақ кеңесте атылған мәселенің шешілу жолдары мен балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру шаралары талқыға салынды. Алдағы жаз маусымында облыста 154 сауықтыру лагері мен алаңдар жұмысы іске қосылады. Оның ішінде 74 мектеп жанындағы лагер, 5 қосымша білім беру ұйымдарындағы алаңдар, 75 шатырлы лагерлер ұйымдастырылады. 60 лагерде тамақтандыру қарастырылады. Барлық бағыт бойынша жазғы демалыстағы шаралармен облыстың 17558 оқушысы қамтылмақ. Бұл жөнінде облыстық білім басқармасының басшысы мәлім етті. 361 оқушыға 56,2 миллион теңге қарастырылған. Қазіргі уақытта конкурстық рәсімдер жүргізілуде. Маруа Құлышев атындағы балаларды қолдау орталығындағы 15 тәрбиеленуші Қарлығаш шипажайында сауықтырумен қамтылады. 15 жасөспірім жасыл ел жасақтарына қамтылады. 40 тәрбиеленуші Шығыс Қазақстан облысындағы Балақай балалар сауықтыру орталығында демалады. Облыстағы ірі кәсіпорындардың бұл Қазақмыс корпорациясы, Өркен Атасу, Казцинк сияқты кәсіпорындардың демеушілігімен 870 балаға қала сыртындағы лагерлерге демалыс жолдама беріледі. Білім плюс бағытында жазғы мектеп, бүлдіршіндер мектебі, олимпиадалық камп, букслейм бағытындағы шаралар арқылы балаларға пәндік білімді жетілдіру, мектеп алды дайындық, олимпиадалық резерв, ғылыми зерттеу жұмыстарына баулу шаралары ұйымдастырылады. Берілген ақпаратқа сүйенсек, жекелеген оқушылардың пәндік білімдерін жетілдіруге бағытталған жазғы мектептер 15 күндік ұзақтықпен маусым және тамыз айларында ұйымдастырылады. Сонымен қатар дарынды ауыл балаларының интеллектуалдық шығармашылық қабілеттерін жетілдіру мақсатында 200 бала Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектеп базасында демалыспен қамтамасыз етілмек. Дарынды оқушыларды қолдауға бағытталған олимпиадалық камп аудандар мен қалаларда және мамандандырылған мектептерде 10 күндік ұзақтықпен тамыз айында, бүлдіршіндерді мектепке дайындауға бағытталған бүлдіршіндер мектебі 15 күндік ұзақтықпен тамыз айында ұйымдастырылады. Сонымен қатар Қазақстан халқына қоғамдық қор арқылы жаздық жолдама әлеуметтік жобасы шеңберінде дарынды ауыл балаларының интеллектуалдық шығармашылық қабілеттерін жетілдіру мақсатында 200 бала Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі мен Алматы қаласындағы Сүлеймен Демирел университетінің базасындағы демалыспен қамтамасыз етіледі. Республикалық бюджеттің шеңберінде Балқаш, Щучинск және Қонаев қалаларында орналасқан Балдәурен республикалық оқу сауықтыру орталығына маусым-тамыз айларында 310 оқушы демалады және Бөбек білім беру сауықтыру орталығында 10 бала демалады. Қолайсыз отбасында тәрбиеленіп жатқан және ювеналды полиция мен мектепшілік есепте тіркелген 206 оқушы жазғы сауықтыру лагерлермен, спорттық алаңдармен және жасыл ел жасақтарымен қамтылған. Келесі жылы біздің облыста жоқ дегенде қала сыртындағы бір лагер жұмыс істеп тұруы тиіс. Оны салу жұмыстары биылдан қалмай басталсын. Ал алдағы 3-4 жылда Ұлытау облысында кем дегенде 4-5 қала сыртындағы лагерлердің болуы міндетін қолға алуымыз қажет деді облыс әкімі Берік Әбдіғалиұлы. 2 лагер кем дегенде ашамыз деген жоспарлағанбыз. Жезқазғаннан, Ұлытаудан соны осы мәселені Ғалымжан Мұратұлы соғу бір бөлек, ол құжат дайындай беріңіздер оны жаңа. Бірақ сонымен қатар бұрынғы қаншама лагерлер болды, соны қазір қала әкімдігі біреуін жалғастырып жатыр, соттасып жатыр. Бір лагермен қалған біреуін сатып жатыр, оны біз Қазақмыспен қазір сөйлесіп отырмыз. Жалпы осы алдағы 3 жылда бір кем дегенде 4-5-еуін ашуымыз керек. Ұлытауда, Жезқазған төңірегінде, Жаңаарқада. Биыл бәрі біреуін бастау керек, ендігі жыл лагер болу керек бізде. Жиын соңында өңір басшысы мектеп жанындағы сауықтыру лагерлері мен алаңдарындағы санитарлық бақылау шараларын күшейтуді, балалардың қауіпсіздігін төтенше жағдайлар қызметтерімен келісілуін бақылауды тапсырды. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы.
Сәтбаев қаласы әкімдігінің үлкен мәжіліс залында қала әкімі Шапағат Әубәкірдің төрағалығымен кезекті кеңейтілген аппараттық жиын өтті. Кеңеске мемлекеттік мекемелердің, қалалық және ведомстволық ұйымдардың басшылары, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Кеңейтілген аппараттық жиналыс кадрлық өзгерістерден басталды. Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары лауазымына Талғат Айтжанов тағайындалды. Шапағат Момынбайұлы әріптесін жаңа қызметімен құттықтап, жұмыста табыс тіледі. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша қалалық білім бөлім басшысы Берік Ақышбеков сөз сөйледі. Бірінші сұрақ оқу жылының аяқталуына және алдағы демалыстарға байланысты. Жазғы кезеңде балалар мен жасөспірімдердің демалысы мен қауіпсіздігі жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру туралы болды. Алтын белгі үміткердің 21 өз білімін дәлелдесе, түлек үздік аттестат үміткерлері. Ал биыл 2022-23 оқу жылының қорытындысы бойынша 354 оқушы 11 сынып бітіреді, оның 13-і алтын белгі төсбелгісіне үміткерлер. 2023 жылдың басында жеңіліс болған, 13-ке түстік. Қала әкімі балалардың қауіпсіздігін басты назарға алу, білім сапасын көтеруде заманауи инновациялық технологияларды кеңінен қолдану, білім мекемелерінің материалдық техникалық базасын нығайтуды тапсырды. Екінші мәселе дала өрттердің алдын алу және шомылу маусымына дайындық туралы болды. Бұл сауалға төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Қуанышбек Сламбек баяндама жасап, жыл басынан бері бірнеше өрт жағдайлар тіркелгенін жеткізді. 2023 жылдың өрт қауіпті кезеңінен бастап Сәтбаев қаласында 15 өрт оқиғасы тіркелді. 22 жылдың салыстырмалы кезеңмен салыстырғанда 14 оқиға тіркеліп, бұл көрсеткіш 7%-ға өсті. Қаза тапқандар мен жарақат алғандар жоқ. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы соңғы сұрақ бойынша полиция бөлімінің басшысы Еркебұлан Байзақов баяндады. Айым Құлтаева, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Баршамызға белгілі 31 мамыр халқымыз үшін тағылымы мол тарихи күн, яғни саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Ел тарихындағы ең азалы кезеңді еске алу мақсатында ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылды. Облыс орталығында құрбандарға тағзым жасалып, жиылған жұрт ескерткіш алдына гүл шоқтарын қойды. 31 мамыр кеңестік тоталитаризмнің зұлым саясатынан зардап шеккен миллиондаған адамның рухына тағзым етіледі. Ұлытау облысындағы іс-шара саяси қуғын-сүргін құрбандарын 1 минут үнсіздікпен еске алудан басталды. Жиында сөз алған облыс басшысы Берік Әбдіғалиұлы нәубет жылдарының біздің өңірімізді де айналып өтпегенін жеткізді. Осы өңірдегі қанша азаматтардың жер айдағаны, атылғаны, оның бәрі де әлі толықтай есімдері елге қайтарылған жоқ. Ақталғанымен олар Құдайға шүкір көпшілігі ақталды, бірақ олардың артында қалған ұрпақтары бар, олардың атқарған еңбектері туралы көбісі білмейді. Қаншама біздің осы жерде, мен архивте жұмыс істеп жүріп көрдім, осы Қарсақбай өңірінің байлары деген үлкен бір тізім бар. 28 жыл, 29 жыл тізім. Сол жерде әрбір осы жердегі байлардың тізімін жасалған. Сол байлар дегенде ол жай байлар емес, осы жердегі еңбегі сіңген азаматтар. Соның ішіндегі біреуі Әлмағамбет Жылқайдаров. Мысалы, мен көп жылдар бойы Атбасар Алашордасын зерттеп жүргенде, сол жерде Жылқайдаров деген Атбасар Алашорда комитетінің басқарған азамат. Сол қай Жылқайдаров деп оны ешкім білмейді. Әлен Жылқайдаров дейді. Соны көп іздеп жүріп, осында келгенде сол дүзеннің шөбересі Әлмағамбет Жылқайдаров. Ол Атбасарда, ол кезде осы өңіріміз бәрі Атбасарға қарайды, өздеріңіз білесіздер. Сол кезде Алашорда комитеті құрылады. Оның бірінші басшысы Сейілбек Жанайдаров, осы Терсақаннан. Оның орынбасары Әлен Жылқайдаров деген. Жаңа ертең дүзенің шежіресін зерттеп отырып, Хасеннің Қасқабайының тарихын зерттеп отырып, осы жерде хан болып сайланған 16 жылғы. Кейін Алашордаға көмек көрсеткен, соның тарихын зерттеп отырып, сол жерде Әлен Жылқайдаровты таптық. Ол осы өңірдің Сейілбек Жанайдаров пен Әлмағамбет Жылқайдаров екеуі осы жерде Алашорданы басқарған. Кейін Совет заманы ұшырағаннан кейін осы елге келіп, осы жердегі байы болып, сол байлардың арасында тізімі тұр. Кейін бәрі қудалауға ұшырады. Қазір мені туыстарынан іздестіріп жатырмыз, әлі кездесуге уақыт болмады.
Айта кетейік, шараға Ұлытау облыстық Жезқазған қалалық мәслихаттарының төрағалары, Ұлытау облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері агенттігі департаментінің басшысы қатысты. Жиында Жезқазған қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы сөз сөйлесе, Ахмет Ишан Оразайұлы атындағы мешіттің наиб имамы марқұмдардың рухына Құран бағыштады. Ары қарай іс-шара қатысушылары қуғын-сүргін құрбандарының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Тарихи деректер бойынша Қазақстанда 1921 жылдан 1954 жылға дейін 100 мыңға жуық адам сотталып, оның 20 мыңнан астамы атылған. Аталмыш жиыннан кейін Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы бастаған топ одан әрі Степлак лагеріне арнайы барды. Өңір басшысы зұлмат жылдардың жаңғырығындай мекенді аспан астындағы мұражай ету үшін жүргізілетін реставрациялық қалпына келтіру жұмыстардың жоспарымен танысты. Фундаментін қалпына келтіру. Бұл жерде ең бірінші үш бөлікке бөлініп тұр. Бірінші асхана, одан кейін бірінші, екінші, үшінші барак. Осы үш бөлікті қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Бірінші іргетастарын қиып қалпына келтіру. Келесі программа қандай? Ендігі жылдан не жоспарлайды? Биылғы көтеру ары қарай. Биылдыққа ең бірінші. Мыналарды толығымен қалпына келтірсек деген ойымыз бар. Жалпы жылдар бойы барлығы қалпына келтіріледі ғой. Бұл жерді болашақта аспан астындағы ашық мұражайға айналдыру мақсатында жұмыстар атқарылу керек. Степлакты аспан астындағы мұражай ету үшін бюджеттен 58 миллион теңге қаржы бөлінген. Аталған жұмыстар 6 бөлімнен тұрады. Ол туралы тарихи мәдени мұраны сақтау орталығының басшысы баяндады. Оның айтуынша жоспарланған жұмыстар аясында абаттандыру асханасын, бұрынғы номер 1-ші, 2-ші, 3-ші барактарды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Берік Әбдіғалиұлы өз кезегінде Степлак тарихтан дерек беретін орын ғана емес, рухани азық болатын мекен екенін атап өтті. Сонымен қатар өңір басшысы тарихи орын өзінің лайықты бағасын алуы керектігін және жоғарыда аталған жұмыстардың жылдам әрі сапалы жүргізілу қажеттігін тапсырды. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Қазақстанның барлық мектептерінде бүгін соңғы қоңырау соғылды. Біздің қаламызда да дәл осындай мектеп бітіру мерекесі ұйымдастырылып, Абай атындағы номер 4-ші мектеп лицейінде оқитын жоғары сынып оқушылары білім ордаларымен қоштасты. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Салтанатты жиынға дәстүрлі түрде жоғары сынып түлектері мен бірінші сынып оқушылар жиналды. Түлектер үшін бұл күн өмірдегі ең маңызды күндердің бірі. Қала әкімі Шапағат Әубәкір құттықтау сөз сөйлеп, түлектерге алдағы бастамаларында табыс тіледі. Тағы бір оқу жылы артта қалып, мектептерде соңғы қоңырау соғылуда. Бұл күн сіздер үшін аса маңызды сәт екенін түсінемін. Мектеп бітіру мерекесі әр адамның өміріндегі ерекше ұмытылмас күндердің бірі. Себебі бүгінгі түлектер 11 жыл бойы білім нәрімен сусындаған мектеппен, ұстаздарымен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұр. Биыл қаламыздағы 13 мектепте 11.685 оқушы кезекті оқу жылын табысты аяқтап отыр. 1384 оқушы алтын ұя мектептерімен қоштасса, оның 13-і алтын белгіге үміткер. Абай атындағы мектеп лицейінің түлектері үшін мерекелік рәсім ашық аспан астында өтті. Жоғары сынып оқушыларды құттықтауға мұғалімдер, ата-аналар, тіпті бірінші сынып оқушылары келді. Түлектер өз кезегінде арнайы би және музыкалық нөмірлер дайындады. Соңғы қоңырауда білім бөлім басшысы Берік Ақышбеков құттықтау сөз сөйледі. Осы күні мектеп бітіруші түлектер мектеппен қоштасқалы отырсыздар. Алда сіздерді сын сағаттар күтілуде. Сондықтан да осы сын сағаттардан сүрінбей өтіп, еңселі еліміздің тәуелсіздігін тұғырлы болуына ары қарай жалғастыруға еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Баршаңыздың осы алдағы сынақтардан сүрінбей өтіп, өздеріңіздің орындарыңызды табады деген сенімдемін. Соңғы қоңырау оқу жылын аяқтайтын және көптен күткен жазғы демалыстың басталуын білдіретін жыл сайынғы мектеп мерекесі. Бірақ бұл күні мектеп бітіруші түлектер үшін қимастық сезімдер болатыны сөзсіз. Себебі олар өздерінің 11 жыл бойы бірге оқыған сыныптастары және мұғалімдермен қоштасады. Айым Құлтаева, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев.
Қаламызда азаматтардың өмірін жақсартуға бағытталған түрлі нысандар жүйелі түрде пайдалануға берілуде. Бұл жолы Юность спорт стадионы қолданысқа беріліп, ересектер мен балалардың бос уақытын қызығушылықпен және пайдалы өткізуге мүмкіндіктер тудырып отыр. Ашылу салтанатына шаһар басшысы және біздің түсірілім тобымызда қатысып қайтқан болатын. Тақырыпты тілші тарқатсын. Қаламызда спорттық стадионның ашылуы жаңадан келген спортшылардың жеңіске деген құлшынысына өскелең ұрпақтың көшбасшыларының қатарында болуға мүмкіндік берер сөзсіз. Қаламызда көптен күткен стадион қайта жаңғыртылып, спортсүйер жерлестерімізге балалар күні аясында керемет тарту жасалды. Ашылу салтанатында сөз алған Сәтпаев қаласының әкімі Шапағат Әубәкір стадионның заман талабына сай жабдықталғанын жеткізді. Салауатты өмір салтын насихаттау, бұқаралық спортты дамыту, дене шынықтыру, сауықтыру кешендерінің санын көбейту бойынша қалада бірқатар шаралар жүргізілуде. Соның бірі дәл осы Юность стадионы болып отыр. Заман талабына сай жаңғырған стадионда 1150 орынды 3 трибуна, футбол алаңы, жүгіру жолы, волейбол, ұзындыққа секіру, биіктікке секіру, ядро лақтыру алаңдары бар. Барлық талапқа сай салынған стадион жастардың спортты серік еткен болашақ чемпиондардың тұрақты орнына айналады деген ойдамын. Бұл алаңда үлкен спорттық шаралар мен дүбірлі додалар өтіп, қала тұрғындары жарқын жеңістердің куәсі болады деген сенімдемін. Біздің облыс көптеген спорт шоқ жұлдыздарын тәрбиелеп шығарғаны белгілі. Олардың қатарында хоккейшілер, суда еркін жүзушілер, лайықты мәнерлеп сырғанаушылар, жеңілмейтін ауыр атлеттер, палуандар мен боксшылар да бар. Стадионның ашылуында қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен ұрпақтар эстафетасы атты спорттық ойындардан жарыстар ұйымдастырылды. Осылайша қала спортшылары жаңа спорттық нысанда алғашқы ойындарын көрсетті. Алтынгүл Төлегенова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Қымбатты көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Алда орай болжамы және орыс тілдегі жаңалықтар кездескенше аман сау болыңыздар.